Сәлеметсіздер ме оқушылар? Біз бүгін шығарылым барысында қазақстан тарих 8-ші сынып 4-ші тоқсан тжб талдауларымен бөлісетін боламыз. Әдеттегідей тжб балдың жалпы балы 25 балдан тұрады. 8-ші сыныптың тжб тапсырмалары барлығы 4 тапсырма. Міне, бірінші тапсырма Әміре Қашаубаев пен Қажымұқан Мұңайтпайұлының қазақ халқын әлемге танытудағы рөліне дәлел келтіріңіз. Яғни айтқанда Әміреге 3 критерий, Қажымұқанға 3 критерий келтіреміз. Тағы да қорытынды жазып беретін боламыз. Міне осыған 7 балл беріліп отыр. Екінші тапсырмамыз 20-ші ғасырдың 20-30 жылдарындағы қазақ өнерінің жаңа белеске көтерілуі неден байқадыңыз? 5 критерий жазып кететін боламыз. Оған 5 балл міне көріп отырмыз. Үшінші тапсырма Ұлы Отан соғысындағы қазақстандықтардың ерлігіне баға беріңіз. Ұлы Отан соғысында қазақстандықтар қатысқан шайқастардың 3-еуін атаңыз дейді. Үшеуін жазып кетеміз. Сосын Ұлы Отан соғысындағы ерлік көрсеткен батырлардың жазыңыз және оның ерліктеріне дәлел келтіріңіз. Міне 4 критерий жазып кететін боламыз. Үшінші тапсырма отырмыз. Төртінші тапсырма Қазақстанда бәрі майдан үшін, бәрі жеңіс үшін ұраны қалай жүзеге асқандығына дәлел келтіріңіз дейді. Міне көріп отырмыз. Ауыл шаруашылығы, өнеркәсібі, өнер саласына барлығына 2-2 мысалдан жазып кетеміз. Барлығына 6 ұпай беріліп отыр 4-ші тапсырмада. Ендеше кеттік талдауларымызға көшейік. Бірінші тапсырмамыз Әміре Қашаубаев туралы болған болатын. Әміре Қашаубаевтың бірінші критерийі 1925 жылы Парижде өткен дүниежүзілік сән өнері көрмесінде этнографиялық концертте ағаш аяқ, қанапия, үш дос, жалғыз арша, қос балапан, тағы басқа әндерді орындап, екінші орын алып, күміс медаль иемденді. Екіншісі, Париж апталығы газетімен New Musical журналы Әміре Қашаубаевтың сирек кездесетін талант екенін жазса, Сорбонна университетінің профессоры Перно фонографаға Әміренің орындауында бірнеше ән жазып алған. Үшінші, Әміре Қашаубаев шетелде өнер көрсетіп, қазақ елін танытқан тұңғыш әнші болды. Міне осымен біз Әміре Қашаубаевқа байланысты 3 критерийімізді аяқтадық. Енді Қажымұқан Мұңайтпасұлына тоқталайық. Біріншісі, Қажымұқанның тұңғыш рет әлемдік деңгейде көрінген шағы 1906 жылы. Алманияда өткен дүниежүзілік сайыста ол әлем чемпионы атанды. Екіншісі, 1910 жылы Мұқан тұңғыш рет Оңтүстік Америка құрлығынан табан тірейді. Аргентинаның астанасы Буэнос-Айрес қаласында өткен еркін күрестен болған біріншілікте ол Америка чемпионы атанды. Үшінші, 1914 жылы Парижде әлем чемпионы атағын жеңіп алды. Міне осымен біз Қажымұқан Мұңайтпасұлына берілген 3 критерийді аяқтадық. Енді қорытынды келтірейік. Әміре Қашаубаев пен Қажымұқан Мұңайтпасұлының 20-ші ғасырдың ең биік тұлғаларының бірі болды. Сол заманда қазақ халқын әлемге танытқан ең ірі тұлғалар болды. Міне балалар, біз осымен бірінші тапсырманы толық аяқтадық. Енді екінші тапсырмаға көшейік. Біріншісі, 1949 жылы Мұхтар Әуезов КСРО мемлекеттік сыйлығы берілді. Екіншісі, ақын жазушылар шындықты жеткізе білді. Үшіншісі, қазақ өнер туындылары ЮНЕСКО көрмелерінде қойыла бастады. Төртіншісі, тарихи фильмдерде түсіріле бастады. Бесіншісі, репрессияға ұшыраған ақын жазушылардың туындылары жарық көрді. Міне осымен балалар, біз екінші тапсырманы аяқтадық. Енді үшінші тапсырмамызға көшейік. Үшінші тапсырмамызда біз негізгі шайқастары мен батырлардың ерліктерін туралы жазыңыздар деп тұрған болатын. Енді бастапқы 3 шайқасқа тоқталайық. Бірінші шайқас Мәскеу шайқасы, екінші Сталинград шайқасы, үшіншісі Берлин шайқасы. Енді біз негізгі батырлардың несіне тоқталайық, ерліктеріне. Бірінші, кеңестік шығыс әйелдер арасынан бірінші болып Ленин орденімен, алтын жұлдыз медалімен марапатталғандар шығыстың қос шынары пулеметші Мәншүк Мәмбетова мен 54-ші атқыштар бригадасының мергені Әлия Молдағұлова болды. Екіншісі, Кеңес одағының батыры, Қазақстан Республикасының қорғаныс министрі Сағадат Нұрмағамбетовті Берлин үшін ұрыстарда өз жауынгерлерін бастап кірді. Берлинге шабуыл жасауға жерлестеріміз Есжанов, Сиянов, Қайдосов, Тұрарбеков, Көбеков, Талғат Бегілденов, Ермеев, Шелухов және тағы басқалар көптеген адамдар қатысқан болатын. Үшінші,
жас офицер Қаңқарбаев өзінің досы Булатовпен бірге Рейхстагқа терезелерінің біріне алғашқылардың бірі болып алқызыл жеңіс туын желбіретті. Ал Орал өңірінің жас офицерлері Меденов пен Қараманов Берлин ратушасының төбесіне ту тікті. Төртінші, қазақстандықтар партизандық қозғалысқа белсене қатысты. Белоруссияның әртүрлі аудандарында әрекет еткен 65 партизандық бригадалар мен шоғырларда 1500-ден аса қазақстандықтар болған. Партизан қозғалысына қатысқан даңқты қазақ жігіттері, міне көріп отырсыздар, Ахмедияров, Омаров, Сайын, Жангелдин, Қасым Қайсенов, Шәріпов деген секілді тұлғалардың есімдерін бүгінде зор құрметке ие. Енді үшінші тасымалымыз осымен аяқталды. Енді төртінші тасымалға көшейік. Төртінші тасымалымызда бізде 3 салаға бөліп қойған болатын. Бірінші саласы ауыл шаруашылығы, тоқталайық. 1939 жылғы санақпен салыстырғанда 1942 жылы Қазақстанда ауыл шаруашылығы еңбекшілерінің саны 600 мың адамға азайған. Ауыл шаруашылығында еңбектенген ерлердің майданға тартылуымен олардың орнын қариялар, әйелдер, балалар басты. 1944 жылы колхоздағы еңбекке жарамды ерлердің сандық үлесі 20%, әйелдердікі 58%, жасөспірімдердікі 22%-ға болды. Яғни майданда азық-түлікпен, шикізатпен 300-інде әйелдер, балалар мен қарт адамдар қамтамасыз етті. Енді өнеркәсіп саласына келейік. 1942-1943 жылдары республика ауыл шаруашылығынан 4111 трактор, 1184 жүк машиналары, 30318 жылқы майданға жіберілді. Сондықтан да соғыс жылдары егін салу жұмысының 50%-ы әрі қара атқарды. Тылдағы еңбекшілер жоғарыдан берілген жоспарды орындау барысында күн-түні еңбек етті. Соғыстың бірінші жылы мемлекетте 100 миллион пұт астық тапсырылды. Бұл көрсеткіш 1940 жылмен салыстырғанда 24 миллион пұтқа артты. Колхозшылар мен совхозшылар өз еркімен еңбек күнін таңғы 5-тен кешкі 10-ға дейін ұзартқан. Әрбір шаруа 2-3 адамның жұмысын атқарды. Енді өнер саласына келейік. Қазақстанға Ресей, Украина, Белоруссиядан 100-ден аса жазушылар уақытша көшіп келді. Олардың ішінде Толстой, Маршак, Михалков, Пастовский, Зощенко, Форш, Сергей Сенский, Квитко деген сияқты атақты жазушылар келді. Соғыс жылдары партизан ақын Сайын топтамасы, Аманжоловтың ақын өлімі туралы аңызы, Мұхтар Әуезовтің Абай жолы эпопеясының бірінші кітабы, Сәбит Мұқановтың өмір мектебі, Ғабит Мүсіреповтің қазақ солдаты, Ғабиден Мұстафиннің Шығанақ повесі, Жамбыл Жабаевтың Ленинградтық өренім деген әні дүниеге келген болатын. Міне осымен балалар, біз жалпы ТЖБ-ға арналған видео барысымызды біз аяқтадық. Егер сіздерге біздің арнамыз ұнап жатса, арнаға тіркеліп лайк басып, және де комментарий қалдырып кетіңіздер. Және де сіздерге келесіде қандай ТЖБ керек, немесе сіздерге тарих сабағынан қандай да көмек керек болса, комментарийге жаза кетіңіздер. Жақсы, сау болыңыздар.